Қайырлы күн баршаңызға. Бүгінгі кезекте біздің тағы күздік салатымыздың бірі, яғни жасыл помидорлардан аса қатты піспеген, енді қызарып келе жатқан, даже керек десеңіздер жасыл күйінде салат жасайтын боламыз. Бізге 5 килограмм помидор қажет болады, 1 килограмм сәбіз, 1 килограмм жуа және 1 килограмм перец. Менде барлығы огородтікі. Және де жарты литр 9% уксус, 200 мл шемішкі май, сұйық май, 50 грамм қант және 50 грамм тұз қажет болады. Енді помидорымызды турап бастаймыз. Бізде помидордың барлығын тазалап аламыз және кубиктап турайтын боламыз. Осындай көлемде турап шығамыз. Ал енді менде мынандай ұсақ помидорларды тек қана екіге бөлемін. Барлық помидорды осылай турап шығатын боламыз. Сәбізімізге келетін болсақ, сәбізді ортасынан бөліп, осылай етіп барлығын тураймыз. Көлемі ендігі кезекте бізде перецімізді осылай етіп турасаңыз жарайды. Кішкене ірілеу болғаны салаттың ішінде әдемі көрінеді. Сондықтан да осылайна турап шықсаңыз жарайды. Кубиктап. Жуамызды ортасынан бөліп, осы көлемде турап шығасыздар. Менде барлығы туралып дайын болды. Енді осыған біздер қантымызды, тұзымызды және қалған да заттарын қосып жақсылап тұрып араластыратын боламыз. Шемішке майымыз және 9% уксус жарты литр. Жақсылап араластырамыз біркелкі етіп. Менде жақсылап араластырып алдым. Енді осы салатымызды 6 сағатқа қойып қоятын боламыз. Бетін жауып, 6 сағаттан кейін барып 30 минут газда қайнатып, яғни банкаларымызды жауып тастай беретін боламыз. Бізде 6 сағат өтті. Қараңыздар, астына қандай суы шығып, сорпасы жақсылап араластырып, енді 30 минутқа қайнататын боламыз. Бізде қайнап жатыр. Қайнағаннан кейін 30 минутқа қалдырамыз. Керемет. Отыз минут өтті. Енді біз бұны банкамызға салатын боламыз. Сорпасынан араластыра отырып. Қанша банка шығатынын қазір көреміз бірге. Барлық банкаларыңызға осылай терлік құйып шығасыздар. Менде барлығы бітті, тура өлшеп қойғандай. Менде болды 7 литр банка шықты. Өзім қалай қайнаттым, сол банка болды. Мінекей,
біздің салатымыз дайын. Енді төңкеріп жылы жерге ертеңге дейін қойып қоясыздар. Ас болсын барлықтарыңызға.